Ешқандай жол берілген жоқ па? Бәрі дұрыс, заңды. Халықтың жан айқайы. Бүгінгі неде заң бұзушылық болған жоқ. Ассалаумағалейкум ауылдастар. Бүгін 5 қараша 23 жыл Қоянды ауылы ауыл белсенділерінің облыс әкіміне видео жолдауы. Халық үнін еститін үкімет болса, Қоянды ауыл тұрғындарын жан айқайын еститін облыс басшысы болса, біздің ауылымызға келіп, халықпен жүздесіп, жиналыс өткізуіңізді сұраймыз. Шыдамның да шегі бар. Біздің ауылымызда түрлі заңсыздықтар орын алып жатыр. Атап өтсек, тендер мәселесі. Тендердің төңірегінде түрлі қулық сұмдықтар орын алып жатыр. Екінші, жарық мәселесі. Осы жерде тоқтап өтейін. Жарық мәселесі Қоянды ауылымызда өте өзекті мәселенің бірі. Көше жарығынан бастайық. Ауылымызда 90% көшелердің бәрі қап-қараңғы. Және оның үстінде қараусыз жүрген қаңғаған иттеріміз тағы бар. Халыққа қауіп қатер төндіруде. Биылғы ағымдағы жылда ауылымызға Қоянды 2 жобасы бойынша электр тоқтар тартылып жатыр. Бұнда да түрлі заңсыздықтар орын алуда. Ол өз кезегінде жол түсуге, жаяу жүргіншілерге және де су тарту басқа да коммуникациялыққа кедергісін тигізеді. Үшінші, ауылдың сырттан келетін сулар өздеріңізге мәлім. Жылда Қоянды ауылын су басады. Оған дәлел ұлттық телеарналар және әлеуметтік желілерде жыл сайын халықтың шыңғырған, қиналған дауыстары осылардың барлық дәлел ретінде. Және де жерге қатысты. Жергілікті қоғамдастықтың төрағасы Ауылбай Бақыт мырзаның тиесілі 2018 жылдан бастап су қоймалары және балық өндіру мақсатында 25 гектарға жуық жерді арендаға алған. Алайда қазіргі таңда ол жерлер заңсыз иеленіп, үйлер салынып жатқандығы белгілі. Сондықтан Ауылбай Бақытқан мырзаның жерді арендаға алғанымен, бірақ басқа мақсатта жұмсағандығы үшін үстінен қылмыстық іс қозғалып, одан да басқа осы ауылға тиесілі барлық арендадағы жерлерді мемлекетке қайтарылуын сұраймыз. Қар мәселесі. Қоянды көшелерінің ішкі қар тазалау жұмыстары барысында 2016 жылдан бастап 2022 жылға дейін мемлекеттік бюджеттен ақша бөлініп келген. Осы барыста халық өз қаржысымен сол көшелерді қардан тазартып келген. Алайда бұл жағдайды олар өз мақсаттарына пайдаланып, біз тазартып жатырмыз деп қағаз жүзінде жоғарыға есеп беріп келген. Және де 2023 жылы марттың 1-нен бастап Қояндыда қар шығару жұмыстары басталды. Осы сәтте жергілікті компания Қоянды тазалық және де Қоянды ауылының әкім Бақыт Солтанбай мырза жергілікті халықты заңсыз жұмысқа жегіп, күні бүгінге дейін олардың ақшасын әлі күнге дейін бере алмай отыр. Бұл дегеніміз мемлекеттегі ақшаны талан-таражға салу, өз ойларына не келсе де соны істеу. Бұндай заңсыздыққа сіздердің келіп жол бермеулеріңізді сұраймыз. Мен осы ауылдың тұрғаны Сұлтанбек қызы Айгүл болам. Маған ең ұнамайтын жері мынау жол мәселесі. 2018 жылғы проектімен салынған жол, сол жолдың проектінің өзінде де жолдың екі шетінде обочина деп кәдімгідей мынау тұрған проектінің 18-ші бетінде 1-ші тармағында жазылған. Обочина деген жолдың жиегі болады. Сол жолдың жиегіне греспа шебін қосылған құм төгілу керек деген. Ал біздің Қояндының жолының шетінде жерден қазылып алынған сары батпақ лай төгіліп жатыр. Соның нәтижесі мінеки бүгінгі дейін халыққа қолайсыздық жасап отыр. Салынған асфальттардың беті сары лайдан көрінбейді. Сары лай. Тротуарға келетін болсақ, мынау 2018 жылғы проектіда қай жол салынса да сол жолдың жолында тротуар болу керек екен. Одан қалды освещение, свет болу керек екен. Бізде олардың біреуі жоқ. Мінеки 2 ай бойы ауылымнан 1-ші мектепке салынып жатқан тротуар 2 ай болды. 2 адам жұмыс істеп жатыр. Ол күні бүгінге дейін әлі біткен де жоқ. Аяғын басып қыс келді, қыспен қосып мынау батпақ болып жатыр. Ертең біздің халқымызға ешқандай қолайлы жағдай жоқ, онымен жүріп тұратын. Енді осыны келіп, өзіңіз қадағалауыңызды Қоянды тұрғындары болып, біз сізден өтініп сұраймыз. Менің есімім Хамитова Айнагүл болады. Мен мына Қоянды ауылында 2012 жылдан бері тұрамын. Менің көңілім толмайтыны жергілікті участковойлардың жұмысы. Олар жаңағы халықтың құқығын қорғауға арналған орган болғанымен, олар өзінің тамыр таныстарының ғана мәселесін шешеді. Айта кететін болсақ, менің атымнан осы жергілікті тұрғындарға түскен арыздарым болды. Бірақ та бұлар жаңағы участковой серік бастығы начальник бір ғана адамның мүддесін қорғайды. Атап айтатын болсам, План Ақантайдың ғана мүддесін қорғайды. Егер де олардың тобына қарсы шыққан адам болса, жеке басқа жала жауып,
өтірік куәгерлер тағайындап, адамның жеке басына тиісіп, қорқытып, үркіту, шантаждарын жасап, сотқа дейін жеткізеді. Осы жергілікті участковыйлардың, милициялардың, құқық қорғау органдарының адамдарының жұмыстарын реттеуіңізді сұраймын. Мына жерде өте көп заң бұзушылықтар болып жатады. Соған басты мән беруіңізді сұраймын. Мен 2005 жылдан бері осы Қоянды ауылының тұрғынымын, атым Алтынгүл. Менің келесі айтатын өзекті мәселемнің бірі осы интернет жүйесі. Біздің Қоянды ауылының 90% қалаға қатынап жұмыс жасайды және қаншама оқушы студенттер оқиды. Сондықтан бізге жылдамырақ интернет жүйесін қолға алып, халыққа көмегіңізді беруіңізді сұраймын. Әкімге көңілім толмайды, жұмысына әкімнің. Әкімге барсақ, жолығайық деп мұңымызды айтайық. Біз үлкен адамдарымыз, шалым пенсионер, өзімді кемпір шалдарымыз. Барсақ бізді ешқандай қабылдамайды әкім. Хатшы қызға дейін әкім жоқ дейді, әкім кабинетінде отырады. Бізді алдап шығарып салады, өтірікті айтып. Енді Дресва мәселесіне келсек, Дресва мәселесі де айтылған мақсатта төгілген жоқ ол. Асфальт түсетін көшелерге төгіп тастады. Бәрі енді әкімге көңіліміз толмайды еш. Әкімге обращение жасасақ, сөйлесейік десек, ешқандай әкім бізге жауап бермейді. Біз адамбысың демейді. Әкімнің орнына Ақан шығып жауап береді. Ақан деген, Ақан сен кімсің, кім болып істейсің? Әкімет десе, маған өз айтты, мен барып кел, шауып келмін деді. Барып кел, шауып кел деген должность бар ма, білмеймін сондай. Мен әкімге өз басым әкімге көңілім толмайды. Еш халықпен жұмыс жасамайды, халықтың ешқандай мұңын тыңдамайды. Сол себептен біз міне облыс әкіміне шығып отырмыз міне. Сол себептен әкіміміз осы жағдайдың бәрін шешіп берсе, біз ешқандай да облысқа шықпас едік. Аты жөнім Заманбек Сахабаұлы, Қояндының тұрғынымын. 2013 жылдан бастап осында тұрып жатырмыз. Біздегі негізгі мәселе, әкім мырза, сізге айтайық дегеніміз, мынау халық бағандан бері шуылдап, көптен бері айтылып жатыр. Осы тілектер орындалса, бұл келешек біздің болашағымыз, балалар үшін, халық үшін жасалатын нәрселер. Жаңағы айтқандардың бәрі дұрыс нәрсе. Мен өзім 5-ші шағын ауданда тұрам, 5-ші А. Бізде жыл сайын қардың суы басады. Үйлердің бәрі су астында қалады. Міне осыны айтқалы, осыны біз видеоға түсіп көрсеткелі 5 жыл oldu. Әкімшіліктен ешқандай шара қолданбай жатыр. Осыған суағарға арық қазып берсе, бірінші. Екінші мәселе ауыз суы. Біз міне осы Қоянды болғалы 5-ші анау А дейді, 11-ші оң жақ ауыз суы жоқ. Осы ауыз сумен қамтамасыз етсе. Үшінші мәселе электрдендіру, жарық. Свет деген нәрсе бұл кешке сығырайып қалады. Қаншама үйдің теледидары, мысалы жаңағы техникалық құралдар жанып та кетті. Осыларға кім жауап беруге тиісті? Міне осы свет мәселесі. Міне негізгі айтайын дегенім осы. Халық үшін осылай жағдайлар жасап беріп, осыған келіп, қарап, көмектесуге сұраймын. Менің атым Ибраева Гульнар, Қазбек қызы. Мен орысша айтамын. В Қояндах я живу с 17-го года. В этом году ровно 6 лет. За это время поменялось, значит, у нас 3-й аким. 6 лет я живу, 6 лет я хожу в акимат. Бывает каждый месяц. Первый аким, я была у него, насчет дорог говорила. Дороги были ужасные, как были с того времени, с 17-го года, и ничего не изменилось. Как нам сказали, каждый год деньги выделяются с госбюджета, но никаких результатов мы не видим. Дороги какими были, ухабы, выбоины, они так и остались. Тротуаров так вообще нету. При втором акиме Айбек я сколько раз ходила по поводу дорог, по поводу мусора, по поводу собак, по поводу света. Очень много было проблем, я каждый раз ходила. И он уже в последнее время даже трубку не брал, когда звонила по поводу вывоза снега зимой. Бывало так, что мы сами платили за вывоз снега, отчет производился так, как будто бы акимат почистил снег. А вот такие были моменты. Поэтому я прошу областного акима обратить на это большое внимание и прошу, чтобы он приехал сюда и посмотрел на наши проблемы. Я, құрметті халықтар, енді мен мына 2015-тен бері тұрам Қоянды ауылының тұрғыны. Менің атым Сайлау деген. Бізде мына халықтың жанайқайының бәріне қосыламын айтып жатқан. Бұл кісілердің бәрі дұрыс айтады. Жағдайымыз туралы әкім мырзаға неше рет бардық. Осылай деп бәрін өтірік айтып шығарып салады. Кейбір кезде жоқ болады. Жоқ деп қояды. Қазір жолға төгіп жатқан міне біреу Дреспе деген нәрсені бір ақ лайланған нәрселерді төгіп тастады. Ол жауын жауғанда қазір міне жолдың бүткілін бұлғап, бүткіл техниканы адам баласының үсті басын бұлғап, осыменен қатты қиналып жатқан жайымыз бар. Сосын кейін мынау жарық туралы дегенде жарық сығырайып ешқандай жарық бермейді. Қараңғы үйде отырамыз, қараңғының аз алдында. Және де мынау жол мәселесі болғанда жөндеді, бірақ жолдың ортасында мысалы
техникаға бөгет болатын, қандай бір неше түрлі жынды жыпырдар, ешқандай нәрсеге қарамайтын адамдар көп жүреді. Сондықтан бала соғып кеткен жағдайда бар. Сол үшін жолдың ортасына жаңағындай бөгет жасаған ешқандай немене жоқ. Оны бір емес бірнеше рет айттық. Ары қарай енді мынау кейбір жерлерге жаңа дреспе төгіп бер дедік. Төгіп бермеді. Кейбір көшелер дегеніңіз қазір батпақ лай. Жүруге ешқандай мүмкіндік жоқ. Барып сұрасақ, ойбай кейін төгіп береміз, сөйтеміз, бүйтеміз деп өтірік айтады. Осымен әбден алдау сұратып біттік. Жанайқайымыз осы біздің айтатын. Бірінші микрорайон Сейпулин 80-ші үйде тұрам. Фамилиям Жәнібеков, атым Ағымсал, Нұржігітович. Биыл пенсияға шықтым. Мен де стройкада істегенмін. Біздің көшеге кеше бір айқайлап едік. Көшені бір грейдер өтті. Міне 11-ші жылдан бері тұрамын. Әлі дреспе саламыз деп протоколда жазып қойды. 1400 метр деп жазып қойды. Дреспе емес, кеше грейдермен бір рет ақ өтті. Одан басқа міне жолымыз асфальт салды, рахмет онысына. Жолдың екі жағына треспа деген нәрсе салу керек. Оны да салған жоқ. Асфальт салды деп бір қуандық. Енді кейіннен өкініп жатырмыз. Асфальт неге салды деп. Жүрейін десек, машина өтеді, үстіміздің бәрі батпақ болады. Соларны бір қарастырып, ақшаны не үшін беріп жатырмыз біз субподрядчиктерге? Соны қадағалау керек дұрыстап. Әкім кесін, қарасын, басқа светіміз жоқ. Қараңғыда жүреміз, қыздарымыз бар, балдарымыз бар. Құдайға шүкір. Сол үшін әкім келіп қарауын сұраймыз біз. Халық болып. Менің жаңағы облыс әкіміне Марат Мұратевичке обращение жасап отырған себебім, бізде негізгі мәселені шешетін аудан ғой. Жергілікті әкім ол келгелі бір-ақ жыл болған адам, көп нәрсеге әлі тәжірибесі болмауы мүмкін, бірақ та бізді осылай халықтың ішінде басқаратын, барлығына жаңағы нұсқау беріп отыратын аудан әкімі деп есептеймін. Өйткені аудан әкімі келсін, аудан әкімінің замы келсін, келген кезде белгілі бір 3-4 адаммен ғана сөйлеседі, солардың аузы жабылса болды, солар шуламаса болды, солар арыз жазбаса болды. Қалған 42 мың халықты адам ретінде санамайды. Қашан көрсек те сол 1-2 адам шуламаса болды деп отырады. Сондықтан Марат Мұратевич өзіңіз келіп, жаңағы ауданнан бастап бізге дұрыстап бір бағыт беріп, дұрыстап бір тексеріс жасауыңызды сұраймын. Заң бұзушылыққа осы жиналыста ешқандай жол берілген жоқ па? Бәрі дұрыс, заңды, халықтың жан айқайы. Сізде өзіңіз таныстырып айтып кетесіз бе? Бүгінгі мына жиналыста заң бұзушылыққа жол берілді ме, берілген жоқ па? Полиция майор Ермек Серік. Өте қуаныштымын. Бүгінгі неде заң бұзушылық болған жоқ, рахмет. Әкім мырза, ассалаумағалейкум. Бүгінгі мына халықтың жан айқайын жеткізу үшін болған жиналыста заң бұзушылықтарға жол берілді ме, берілмеді ме, айтып кетесіз бе? Біз ескерту берілгенбіз. Жалпы бұл мәселелерді көптен талқыладық. Ауылдың проблемалары көп қой бізде. Өтініш сұраққа қысқа нұсқа жауап бересіз бе? Заң бұзушылықтар болды ма, болған жоқ па? Қазір заң бұзушылық болып тұрды. Жоқ, осы халықтың жан айқайын жеткізу үшін бүгінгі жиналған мәселеде осында қазір көзіңізбен көріп тұрсыз. Алдын ала бүкіл мәселені түзу керек еді. Осындай проблема бар. Ешқандай бүлік болған жоқ, заң бұзушылықтар болған жоқ деп айта аласыз ба мына жерде? Айталуым керек. Енді біз не үшін келіп тұрмыз? Халықты любой жерде әрқайсысын жинай бере алмаймыз. Халықты жинауға бейбіт митингінің заңдары бар да. Демек, әкім мырза айта алмайды екен, полиция мырзалар айтты, ешқандай заң бұзушылыққа жол қойылған жоқ, халық міне бәрі тарады. Бірақ әкім мырза айта алған жоқ, заң бұзушылыққа жол берілген жоқ. Ешқандай заң бұзушылық болған жоқ. Бәрі келді, жан айқайын айтты, бәрі тарады міне. Мына енді амалдың жоқтығынан көршілеріміз жиналып, кредит алып, енді амал жоқ, енді кредит алып, үстіп енді аузымыздан жырып төгіп жатырмыз енді. Не істейміз? Ешкімнен қайыр болмады, жаздай әкімнің артынан жүгірдік, көтінен ердік болмады. Амал жоқ енді, балалар сабаққа бара алмады. Сәдикке бала апара алмадық, тіпті қиын болғаннан кейін енді. Істеп жатырмыз, енді амал жоқтықтан. 6 қараша Қоянды ауылы. Біздің Қоянды ауылының аялдамасының жағдайы.
мен де ойлап отыр едім. Саламатсыз ба? Иә. Акимат не істеп жатыр? Мынау не? Не деген масқара ма екен? Хотя бы мына главный көшені тазалап тұрса ғой, мынау адам көргісіз істеп. Түгел аялдаманың айналасының бәрі қоқыс.